Баршаңызға сәлем құрметтілерім. Менің есімім Каусар. Бүгінгі жаңа әрі пайдалы видеома қош келдіңіз. Бүгін сіздермен пайдалы кеңестермен бөліскелі отырмын. Ол әрине тақырыпта көрсетілгенде киім күтімі жайында. Бұл видеода жалпы мен өзімнің киімдеріме және төсек орын жабдықтарыма қалай күтім жасайтынымды сіздермен бөліскім келіп отыр. Сондықтан арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ал дайын болсақ, көп ұзатпай бастағым келіп отыр. Маған және сіздерге сәттілік тілеймін. Сіз киім сатып алған кезде оның этикеткасына және расшифровкасына қарайсыз ба? Жалпы расшифровка дегеніміз киімдердің шеттерінде орналасқан қысқаша анықтамалар десем де болады. Ал олардың мағынасын бірі білсе, бірі білмей жатады. Мысалы, 3 бұрышты белгі, домалақ және 4 бұрышты белгілер бұл киімдердің ең маңыздысы қалай күтім жасауға болатынын анықтайтын анықтамалар. Түсінікті тілмен айтқанда, 3 бұрышты белгі бұл ағартуға рұқсат, дөңгелек химиялық және құрғақ тазарту, ал 4 бұрышты ортасында дөңгелегі бар белгі бұл машинада жоғары температурада кептіруге рұқсат етіледі деген сияқты белгілер. Мінекей, бір киім сатып алғаннан кейін оны жуатын немесе үтіктейтін кезде осы белгілерге мән беруіміз керек. Бұл киім күтімінің алғашқы пайдасы, ал бұл белгілердің анықтамасын қайдан аламын деген сұрақ болса, жай ғана Google-ға кіріп, расшифровка вещей деп жазсаңыз, өзіңізге керегін аласыз. Немесе осындай анықтамаларға арналған рамка түрінде жасап, киім жууға арналған бөлмеге немесе машинаның үстіне іліп қойсаңыз да болады. Әрине, ол сіздің өзіңіздің визуалыңызға байланысты. Киім жуардың алдында киімдерді бәріміз сұрыптаймыз әрине. Көбіміз қара, ақ, түрлі түсті деп бөліп салатынымыз рас, бірақ кір жуатын кезде киімдердің түсіне ғана емес, оның матасына да мән беруіміз керек. Мысалы, киім матасы жібек, кашемир, жүнді немесе мақталы маталар болса, оларды да бөліп жууды үйренуіміз керек. Бұл киімнің сізге ұзақ қызмет етуіне жауап береді. Олардың расшифровкасына қарай, қандай температурада қалай жуу керектігін қарап, біліп алғанымыз жөн. Ең маңызды айта кететін жайт, киімдерді ешқашан төсек орын жабдықтарымен немесе іш киімдермен араластырып жумаңыз. Төсек орын жабдығы бөлек жоғары температурада 1 сағаттан асырып жуылуы керек, себебі онда түрлі бактериялар немесе зиянды қалдықтар болады. Мен төсек орын жабдықтарын 60 градус температурадан бастап жуа беремін, тек одан төмен емес. Ал іш киімдерге келер болсақ, оларды кір жуғыш машинаға жууға кеңес бермеймін. 30 градус температурадағы суға кір сабынмен қолмен жуу керек. Іш киім бұл киімдердің ең маңыздысы. Түрлі интимдік инфекциялардың алдын алу бұл іш киім тазалығынан басталады, және бұл киімдерді күн сайын ауыстырып отыруыңыз шарт. Мен киімдерді сұрыптағаннан кейін жуатын кезде олардың сыртын ішіне, ішін сыртына айналдырып, қалтасын тексеремін. Және оның расшифровкасына қарай дұрыс температурада машинаның дұрыс функциясына көбінесе 30 градусқа қойып, киім жуғыш ұнтақтан орташа көлемде кір салсам, мысалы 1 қасық саламын және 1 қақпақ кондиционер құйып машинаны іске қосамын. Ал бала киімі және төсек орын жабдықтары болса, оларды көбінесе 60 градус температурадан басталатын режимге қойып, олардың да расшифровкасына қарай ағартуға болатындарын ағартып, болмайтындарын ысқылау арқылы тазалап жуамын. Осылайша киімдерді ұзақ мерзімге дейін киюге әрекет жасаймын. Ал кептіруге келер болсақ, мен қарапайым жолмен кептіремін. Менде ешқандай кептіруге арналған машина жоқ, сондықтан оларды жайып әртүрлі температурада кептіре беремін.
Киімдерді үтіктер алдында міндетті түрде расшифровкамен жұмыс жасаңыз. Әсіресе үтікпен жұмыс жасағанда температурасына қатты мән беруіміз керек. Бірінші әдісте айтқанымдай қолыңызда анықтама болсын. Мысалы, киімдегі расшифровкада үтіктің суреті бар және ішінде 3 нүктесі бар сурет болса, онда ол киімді 200 градустан аспайтын температурада үтіктеу керек. Сол сияқты неше түрлі суреттер болуы мүмкін. Тіпті кейбір киімді үтіктеуге де болмайды. Мінекей осы жерде қымбат киіміңізді бүлдіріп алмас үшін қатты мұқият болғаныңыз жөн. Егер сіз киімдеріңізді ілетін болсаңыз, оны міндетті түрде киім кипкеннен кейін бірден үтіктеп білгеніңіз дұрыс. Осылайша уақыт үнемдейсіз және өзіңізге де жағымды болатынына 100% кепілдік беремін. Мен де бұрын сыртқа киетін трикотаж немесе тоқылған киімдерді ілгішке іліп қоятынмын. Соның салдарынан көп киімімді құртып алғаным есімде. Ешқашанда трикотаж немесе тоқылған киімдерді вешалкаға ілмеңіз. Оларды жай ғана полкаға бүктеп жинап қойыңыз. Егер киім үтіктеліп тұрғанын қаласаңыз, яғни ілгіште ілініп тұрғанын қаласаңыз, онда дәл видеода көрсетілгендей әдіспен іліңіз. Осылайша сіздің трикотаж немесе тоқылған свитерлеріңіз созылмай өз қалпын ұстап тұрады. Мен көбінесе үйге киетін және түнгі көйлек, пижамаларымды бүктеп полкаларға жинаймын, ал сыртқа шығарда киетін киімдерімді вешалкаға, яғни ілгішке іліп қоямын. Бұл менің уақытымды үнемдейді. Әр ай сайын немесе жыл сайын біздің үйде ескі киілмейтін киімдерді шығарып орнына жаңа киім алу процесі жүреді. Киілмейтін, бірақ жағдайы жақсы киімдерді көбінесе арзан бағада қайтадан сатып немесе мұқтаж жандарға тегін береміз. Осылайша үйдегі артық заттардан да құтылып, жаңасына қол жеткіземіз. Міндетті түрде осы әдісті жасауға кеңес беремін. Үйіңізде ешқашан ескі киімдер тұрмасын. Ол біріншіден орын алады, екіншіден сіздің энергияңызды кетіреді. Және осыған ұқсас тағы бір кеңесім, бұл әдісті баршамыз жасаймыз деп ойлаймын. Бұл маусымдық киімдерді ауыстыру және сақтау. Яғни алдымыз күз болса, күзгі жылы киімдерімізді шығарып, жаздың жеңіл киімдерін жинап салып қоямыз. Киімдерді жинағанда да оларды жуып, тазалап, сұрыптап, су тимейтін жерге, беті ашылмайтын пакеттерге немесе қораптарға сақтап, таза жерге, бөлме температурасына сақтауға кеңес беремін. Осылайша киімдеріңіз келесі жылда да сізге қызмет ететін болады. Осымен видео соңына да жетіп қалыппыз. Сіздерге бүгінгі менің өз әдісім ұнады деген ойдамын. Егер шынымен де ұнаған болса, сіздерден қолдау күтемін. Сіздің киім күтіміңіз туралы әдісіңіз қалай, комментарийге жаза кетіңіз. Және де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, оны да жаза кетіңіз. Міндетті түрде кері байланыс болады. Сіздермен әзірге келесі видеоға дейін қоштасамын. Баршаңызға сәттілік тілеймін.